Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Жалпы келесі аптадан бастап мына меню шығу керек. Бұл меню дегеніміз охота за билетами ғой. Жалпы екі түрлі билет болады. Екі түрлі билет. Бірінші билетіміз ол скидка алуға. Бокс сатып алғанда скидка. 20%, 50%, 30% арасында ең мықтысы 100% деген скидка бар. Ол тегін аласың боксты. Сондай шанстармен. Екінші түрлі билет ол сенің алайын деп отқан боксыңның, например, сен простой алуға шанс көп қой. Ал сен ол билетті қолданатын болсаң, сен эпический алуға или көк алуға сенде шанс көбейеді. Сондай билет. Охотаға шығасың, міне уақыты белгіленіп тұр. Следующий келесі уақыт деп, өйстіп билет жинаймыз. Мына жерден байқап тұрғанша, S-Love деген монета, Seed деген монета и Sui деген монета. Так, келесі. Міне билет тырқ басасын, тырр деп айналады жалпы. 20%, 50%. Мынау буст деген бағанағы улучшать етеді сенің боксыңды, мықтысын алып қалуға шанс көбейтеді. Осының арасында мынаңға дисконт 100% деген көріп тұрсыңдар ма? 100% тегін аласың мына боксты. Мына басасында бір билетін бір рет қолдан аласың. Болды, кек бітеді. И плюс оны біреуге жіберу деген нәрсе тема жоқ. Егесі ғана қолдан алады. Жалпы мына уже сендерге таныс. Бұны мынандай болады ғой енді. Seedgo-да пассивный S-Love пен мынаны тауып тұрасыңдар. Охотаға шығып өздерің ақша табасыңдар. PvP, PvE сенің өздеріңнің монстрларыңды біреудің монстрымен төбелестіресің. Или болмаса сен осы чаттағы балдарға чотан бірге бір кеттік па дейсің, батылға шақырып сонымен төбелесетін боласың. Көшеде кездесіп қалып досыңмен оның монстрымен төбелестіресің деген сияқты. Сондай тема. Жалпы мынау механика, мынау сен игроксың. Сенде NFT тал бар, құстарың бар и білмеймін кэтчинг деген екен. Жалпы мына осылар арқылы сен осы үшеу арқылы сен мыналар табасың. Тал NFT и инструмент андай заттар, тастар, қылыштар или там анау заттар ғой енді. И сенің сид құстарың. Сен оны маркетплейста сатасың. Екі түрлі маркетплейс бар. Біріншісі OKX-тің Web3-інде NFT қып сатып жүрсең болады. Күніге тапқаныңды, например, сен бүгін екі құс шығардың, бордақылап, оны сатып жердің. Ертең тағы да құс шығарасын, оны сатасың, солай сатасың. И одан кейін сен, например, охотада жүріп тас таптың, улучшать ететін сенің монстрыңды, каска, шлем, сондай сияқты. Соны сатсаң болады. Одан кейін ойынның ішінде алдында біз жұмыртқа сатып, құрт сатып жүрген ек қой, сатып алып, сондай магазині болады. Өздеріңді естіген шығарсыңдар, телефонға, андроидқа, айфонға, телефонға приложениясы шығып жатыр. Соның ішінде өзінің маркетплейсі болады, тура степіндағыдай. Негізі ол өзінің маркетплейсі деген енді саудаға жүреді ол жерде. Например, бір салана тұрады алдында степында. Сен оны бір салана тұр ғой, өтіп кетсін десең бар ғой, 0.99-да 9 деп қоясың ғой. Ең бірінші тұрасы сразу өтіп кетеді ғой, обновить етсең ше. Сауда уақытта қатты жүреді. Өз ойынның ішінде сатасыңдар, и одан кейін екінші этап бар, оны кейін айтам. Получается, міне сенде екі сидмон бар, екеуін қосасын, комиссияға сид төлейсің, S-Love төлейсің. S-Love сжигаться етіліп жанып кетеді навсегдаға, и ол бағасын жақсы ұстап тұруға, ликвидности жақсы болады, бағасы өседі. Одан кейін мынаны білмеймін. И міне получается осы комиссияны төлеп екеуін қосқаннан кейін сенде мына үшінші шығады. Оны сен өзің охотаңа қолданып энергияңды көбейтем десең, өзің алып қаласың. Керек емес сатам десең, бағасы, например, мынау эпическийің бір $300-500 тұруы мүмкін. Ойын аты шығып атса, даже $1000 асып кетеді. Хайп болса ше, Степен или болмаса Axie Infinity сияқты болса, мынаны аласың, соқта сатып жүресің, ол проблема емес. Жаман қатты өтеді ондай кезде, аты шыққан кезде ше. Патырлап өтеді енді. Сен сатуға қойған кезде кетіп қалады. Там бағасын нормально қойсаң ше. Сондай түрі бар. Одан кейін мына талдарды көріп тұрсыңдар ғой, класстары бар өздерінің. Там, например, мынау монстрлар
су океан деуі мүмкін, мына біреулері там дух деуі мүмкін, жанында призрак. Мынау дракон сияқты бірдеңе деп осылай бөлінеді міне. Ең мықтысы лидер да мысалға. И одан кейін не байқап тұрсыңдар мына жерден? Мына жерден байқап тұрғандар міне. Бірінші, мынаның үстінен бассаң сен NFT-ің, талың, мынаның ішіне кірсең сенің сидмондарың. Жалпы енді қараңдар, таблица істедім. Таблицада мынаны қараңдар. Мына бағанағы суреттегі бар ғой мынау. Осыны істеу керек болады ғой енді. Осыны істеу керек. Одан кейін сендер мына ойында охотаға шығасыңдар ғой, охотаға шыққан кезде сендер эслов табасыңдар. Основном тек қана эслов. Бағасы нормальный болады. Мынаған бардың, эслов таптың, мынаған бардың, таптың, істеп жүресің ғой енді. Эслов табасын. Енді сен мынаны тапқың келеді ғой. Енді оны табу үшін оның өзінің условиясы бар. Ол условия мынау, сен 30-шы уровенға жету керексің. Түсіндіңдер ма? 30-шы уровенға жетпейінше сен оны таба алмайсың. Түсіндіңдер ма? Енді мына жерде уровень көрсетілген. 30 уровень общий болады монстрда. Енді қараңыздар. Бірінші уровень дамыту үшін бір эслов құртасын. 2-ке 2 штук құртасын, 3-ке 3 штук, 5 штук, 4 штук, 5 штук құртасын ғой, Сенде общий получается не құртып тұрсың сен? Эслов құртып тұрсың ғой, И одан кейін 5-ші уровеньда плюс сен 10 сид төлейсің. 10 сид. Түсіндің ба? 10 сид төлейсің и плюс 5 сид төлейсің, эслов төлейсің. Общий міне. Сонда 20 штук эслов расход болды 5-ші уровеньға жетем дегенше. И 5-ші уровеньда плюс сидтан 10 штук расход болды. 10-ші уровеньда 30 штук сид төлейсің. 33 штук сид. 10 штук эслов төлейсің. Сонда сенде 80 штук эслов расход болды. 40 штук сид расход болды. 60 штук, 20 штук общий 275 эслов монета расход қылдың. Сатып аласың ба, или күніге тауып, соны ұртасың ба, өзің білесің. Мына жерде 100 штук. Енді қара. 30-ші уровеньға жеткен кезде сен 600 штук эслов құртып қойдың. Ойыншы? Осы нәрсе, осы мына таблица, эслов деген монетаның и сид деген монетаның бағасын ұшыруға, ракета қылуға арналған таблица. Жайлап ала бересің, өзің құртып келе атасың ғой енді, тауып ше. Мына жерлерде сен уже прикинь, ары қарай дамығың келеді да. Сен либо сен сатып ақшаңды алып кеткің келеді, үйтсең де болады. Или болмаса сен сатпайсың да, дамытасың да, соны құртасың дамытуға. Кейде болады, дамытуға жетпей қалады да, сен сатып алу керек боласың ғой биржадан ше. Вот соның арқасында бұл жерде сатушылар аз болады эсловты басында. Мына 10-ші уровендарға келгенде ше. И эсловты сататындар аз, алатындар көп болады. Өйткені уровень тез 30-ға жеткісі келетіндер болады. Енді қараңдар. Мына жерде простой, жасыл, көк, эпик деп қойдым ғой, Қара, простой бар емес па мынау? Простойың бір уровеньға дамыған кезде, бірінші уровеньнан екінші уровеньға өткен кезде үстіне 4 артефактың 4 уровень қосады. Енді былай шыққан кезде сен дамыта аласың да, мысалға сенде эффективность деген бар ғой, Анау күн көрсеттім, 4 қатар тұр. Эффективностьті дамытсаң болады, сол кезде 4 штук дамыта аласың. 1, 2, 3 наған жан көбейтем десең, екеуін соған, эффективностьқа екеу, Солай ортасын. Жасылда 6 болады. Көкте 8 сондай береді да. Сен 8 рет дамыта аласың да, эффективностьті или жанын ше. Өзің қалағаныңа бөлесің ғой дамытып. И сидті табатын тоже дамытсаң болады сондайын. Легендада, получается, бір уровень көтергенге саған 12 береді ғой. 12-ні өзің білесің. Эффективность эслов тапқанға дамытсаң болады, или болмаса болашақта сид табам деп сидтіңкін дамытсаң болады деген сияқты ғой, көрдіңдер ма? И мына жерден пауза ойындарда көріңдер, міне. NFT тал пассивный табыс береді. Көшеде аралап қаңғып жүріп ақша табасың. PvP батл, монстрларды басқа адамдардың монстрмен төбелестіріп ақша табасың. Монстрларын бордағылап көбейтіп сатасың, анау екеуін қосып. Сид монета стейкке қойып пассивный ақша табасың. Эслов табасың, суй деген монетаны табасың екеуін. И плюс охотаға шығып жүрген кезде саған әртүрлі заттар түседі, соны алып сатасың. Все, менде 5 секунд қалды.
Так что сұрақтарың болса лайк комментарий ұмытпаңдар.